Так, бисмиллах. Бүгін біз тұлғалық дамудың основной сабақтарын бастаймыз. Ең бірінші Роби Зигман, яғни Аллахтан зейін ауышуын сұраймыз. Және барлықтарыңызға осы тұлғалық дамудың сабақтарын міндетті түрде тапсырмаларымен жасауға кеңес беремін, потому что егер сіздер ертең сабақты, нутрициологияны оқып барып ешқандай нәрсе істей алмайтын болсаңыздар, және де өздеріңізге реализация жасай алмайтын болсаңыздар, сіздер қалаған нәтиже болмай қалса сабақтан, онда бұл жерде менің ешқандай кінәм жоқ. Демек, сіздер осы тұлғалық дамудың сабақтарын дұрыс жасаған жоқсыз деген сөз. Хорошо? Так, олай болса кеттік. Бүгінгі біздің основной тақырып. Неге адамдар бір адамдар өте күшті жаңа любимый адам болады, яғни бір адамдарды бүкіл адам жақсы көреді, бір адамдарды жақсы көрмейді. Кейбір адамдар өз-өздеріне көңілі толмай жүреді. Кейбір адамдардың қалағаны тез орындалады, ал кейбір адамдардың қалағаны келмейді, болмайды. Соған байланысты тақырып қозғаймыз. Бұйырса өте маңызды тақырып. Сондықтан барлықтарыңыз осы тақырыпты дұрыс түсініп алуларыңызды өтінемін. Және бұл жерде кәдімгі дәлелденген информациялармен бөлісетін боламын. Енді біз бәріміз негізі биопсихосоциалды жаратылыспыз. Яғни био ол біздің теломыз, психо ол біздің миымыз, социум ол біздің қоршаған ортамыз, айналамыз. Осы үшеуінен біз қатты әсер аламыз, және осы үшеуінің толқындарының сәйкес келуі бір-біріне ол өте маңызды. Енді қараңыздар. Біз жалпы қазір толқындар әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Телефон толқындар, Wi-Fi, оның барлығы бізде прямо волналар, И осы толқындардың, осы жаңа айтып кеткен дене, ми және социумның толқындарының бір-біріне сәйкес келуі біз үшін өте үлкен эврика болады, маңызды ол. Ол не үшін маңызды екенін қазір айтамын. Енді біз сіздермен, иншаллах, мартқа дейін өте аз уақытта көп нәрсе істеп үлгеруіміз керек, иншаллах. Поэтому мен сіздердің осы именно тұлғалық дамуға байланысты сабақтарды дұрыстап тапсырмаларын жасауларыңызды сұраймын. Окей? Енді қараңыздар, толқындарға байланысты. Мысалы, біз суға тас лақтырсақ, не пайда болады? Толқын пайда болады. Яғни суға тас лақтырдық, бір толқын пайда болды. Егер тасты біз екі жақтан лақтыратын болсақ, онда бізде двойной толқын пайда болады, Егер толқындар двойной екі жақтан пайда болған толқындар бір-бірімен соқса, не болады? Толқын тоқтап қалады. Ал керісінше, олар бір-бірімен параллельно өтетін болса, онда олар бір-бірін қатты күшейтеді. Сол сияқты біз қоғамның толқыны менің толқыныма сәйкес келу керек. Менің миыммен қалаған толқынға сәйкес келу өте маңызды, және менің денем қалаған толқынға сәйкес келуі маңызды. Түсінікті, Енді бұған байланысты кімдер жұмыс жасайды? Бізде өте маңызды психиатрлар бар. Станислав Гроф, Дэвид Хокинс сияқты кісілер осы мәселелерді, толқындарға байланысты мәселелерді ұзақ уақыттан бері зерттеп жатыр. Олар айтады, жүрекпен мидың толқындары бір-біріне жақын сәтке егер оларды алып келе алатын болса, біз өте мощ жоспарлар құра аламыз дейді қыздар. Бұл өте маңызды. Өте мощ жоспарлар құра аламыз, окей? Соның және оны құрғаннан кейін оның жүзеге асуы да, былай айтқанда, бізге өте оңай болады. И біздің негізі миымызда, сіздер білесіздер, 4 основной волна бар, Ол бізде альфа, бета, тета, дельта. Физиологиядан естеріңізде бар деп ойлаймын.
Дельта волна ол бізде терең ұйқы фазасы, иә. И бұл кезде мидың толқыны секундына 0,4 герцпен жұмыс жасайды. Тета волнада бізде 4 пен 7 герц, иә. Ол біздің ұйықтап жату. Ұйықтап жатамыз, бірақ ол кезде біз терең ұйқыда болмаймыз. Былай айтқанда поверхностный сонда 4-7 герцта болады мидың жұмысы. Бұл терең фаза емес. Және біздің қазір міне ояу жүрген кезеңіміз ол бета фазасы. Бұл бізде 17-24 герц, иә. Яғни бұл қазір күндізгі сәт. Енді маңызды нәрсе, осыдан бір 2 жыл бұрын, 4-5 жыл бұрын хит болған ойбай, альфа состояние деп бүкіл психологтар қақсаған уақыт, ол біздің альфа состояниеміз, яғни ол 7-14 герцпен тұрады, иә, ол 7-14 герц. Яғни бұл біздің алдында сабақта айтқандағыдай ұйқыдан тұрғаннан кейінгі 40 минут уақыт және ұйықтап бара жатқандағы 10-15 минут. Енді неге альфа состояниесін көп психологтар айтты, иә? Бұның құдіретіне қазір мен сізге соны айтып беремін. Альфа состояниесында жүректің герціне біздің миымыздың альфа состояниесі мидың волнасы мен жүректің волнасының бір-біріне ең жақын келетін уақыты, сәті. Иә, жүрек пен мидың толқынын біз біріктіре алсақ, иә, онда біз көп нәрсені жеңіл түсіне аламыз. Және көп нәрсеге қарсылық аз болады. Түсінікті ғой? И бізде көп қарсылық болмағандықтан ол нәрсе оп-оңай орындалады деген сөз. И біздер білесіздер, қазіргі уақытта именно осы қарсылықтың әсерінен көп адамдар қалған нәрсесіне жете алмайды. Бірінші момент. Екінші момент, қарсылық ол бүкіл жерде бар. Ол ауада бар, ол тоқта бар, ол бізде суда да болады, иә. Мысалы, біздің әлемде ол қарсылық бүкіл жерде болғандықтан, біз мысалы машинаға отырған кезде сразу 300 скоростьпен басып кете алмаймыз, потому что ол жерде ауаның қарсылығы бар да. Немесе біз қазір осы отырған жерімізден сразу 10 миллион теңге тауып кете алмаймыз, иә. 10 миллион теңге немесе 100 миллион теңге тауып кете алмаймыз, потому что оғанда арнайы қарсылықтар бар. Енді бұл альфа состояниесінің сиқыры неде дейтін болсаңыздар, бұл состояниеде адамдар естіген нәрсесін губка сияқты фук еткізіп сіңіріп алады, иә. Сондықтан барлық ақпаратты оп-оңай түсінетін болады, иә. Сөйтіп біз не істейміз? Ұйықтап бара жатқан кезде ни в коем случае телефон шұқылауға болмайды. Және ұйқыдан тұрған кезде то же самое, иә. Қазіргі уақытта әлемде ғалымдар осы ми мен жүректің толқынын күшейтсек, алыстағыны сезе алатындай сезім, яғни интуициямыз күшейте аламыз деп айтады, иә. Ол уже зерттелген. Және алдында да айттым мен сіздерге, басқа адамдардың ойын оқуға мүмкіндік ашылады. Представляете? Поэтому енді бізге басқа біреудің ойын оқып қажет емес. Қазір бізге өзіміздің ойымызды оқу өте маңызды, иә. И өте бір маңызды нәрсе, ұйықтар алдында, мысалы мен өзім жасайтын нәрсе, ол Құран оқу. Соған размышление жасау үшін. Или таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін де. Сол сияқты сіздің өміріңізге, осы өміріңізге де, ақыретіңізге де, білмеймін, бір қайырлы болған нәрсені именно сол альфа состояниесінің кезіне қойып қойсаңыздар жақсырақ болады. Мысалы, мен бұрында жаңағыдай мектепте олимпиадаға қатысқан кезде или тағы не абайдың 100 өлеңін жаттау деген сияқты нәрселерге мен көп қатысатынмын кезінде. Сол кезде почему-то білмеймін, мен интуициямен жаттаулардың барлығын ұйықтап бара жатқан кезде мен всегда қайталаймын, төбеме қойып қоямын кітапты, и таңертең тұрған кезде қайтадан қайталаймын. Демек сол кезде мен сезгенмін, что ол кезде жаттау тез жатталатын. Яғни альфа состояниесінде, бағана айтып кеткенде, организмде қарсылық болмайды, и мен қалған нәрсе тез іске асады, иә. Вот. Сондықтан біз не істейміз? Альфа состояниесін ұтымды пайдалануымыз керек.
таңертең көп адамдар тұрып алады, сотка шұқылап бастайды, это тоже дұрыс емес. Алдында айттым мен сіздерге, таңертең егер дофаминді осы телефоннан алатын болсаңыздар, күні бойы сол дофаминмен дос боласыздар. Немесе таңертең тұрып темекі тартатын адам болатын болса, күні бойы сол темекіні тартқысы келе береді. Так, түсінікті ғой, иә? Енді запись беріп жатыр. Пожалуйста, өшіріп қойыңыздаршы нелеріңізді, микрофондарыңызды. Сосын, енді бұған байланысты жаңа бұның барлығын зерттеп жатқан арнайы ғалымдар бар, иә? Ол ойдан шығып жатқан нәрсе емес. Роберт Монро, Исаак Бентов, Инго Спан деген сияқты, Джозеф Макмонегл деген сияқты ученыйлар бұл толқындар әлемін зерттеуде, иә? Яғни бұлар сана кеңістігін зерттеу арқылы осы тақырыптармен ерекше танымал мамандар. Енді біз қазіргі біздің негізгі мақсат өз ойымызды түсінуді қатырмауымыз керек. Иә, бізге біреудің ойын оқып қазір қажет емес. Но ол нәрсені білгеннің де білмегеннің де пайдасы бар негізі. Енді білмеймін, мен өзімді ұзақ уақыттан бері зерттегеннен кейін мен көп адамды интуитивно қатты сезе аламын. Но с одной стороны ол бір жағынан жаман. Вот жаман. И поэтому қазір біз өзіміз түсінуді қатырып алсақ, ол өте күшті нәтиже болады, иншаллах. Неге мен қазір өз мүмкіндіктеріме сенбей жүрмін, иә? Вот, осы нәрсемен сіздер бас қатыру керексіздер. Неге мен қазір өз мүмкіндіктеріме сенбеймін? Егер сіз 100% сенетін болсаңыз өз мүмкіндігіңізге, онда оны сіз істеп кететін едіңіз, иә? Бірақ сіз істеп жатқан жоқсыз, демек сіз өз мүмкіндігіңізге сенбейсіз деген сөз. Түсіндіре алдым ғой, иә? И бұл жерде мынандай нәрсе бар да, менің психомда бір кедергі бар да, который сізге жаңағы нәрсеге сенбеуге себеп жасап тұрған, иә? Біздің психомызда бір кедергінің әсерінен біздің қалған нәрсеміз болмай жатыр, біздің мақсат соны шешуіміз керек. Сол үшін біз осында именно тұлғалық даму деген сабақты қостық, иә? Енді давайте осы проблемаларды кезең-кезегімен, то есть шешуді үйренейік. Мен обязательно сіздерге тапсырмалар беріп отырамын. Соны істейсіздер, сол кезде олар сіздердің мынау психоңыздағы проблемалар кезең-кезеңмен шешіледі, иншаллах. Түсінікті ғой, иә? Соны біреуін істе, біреуін істеме, бұл сабақтарға бейжай қарап, ой, ол банальный, зачем маған тұлғалық даму, мен только нутрициологияны оқып алсам болды, немесе мен только наставничествоның сабақтарын біліп алсам болды деген нәрсе болмайды. Ол кезде сіздер тұлғалық дами алмай қаласыздар, окей? Сондықтан, если хотите кезең-кезеңмен дамуға, бұл нәрселерді четко түсініп алу керек. Бірінші кіріспе аудио сабақты тоже біз тапсырмаларын кәдімгідей орындауымыз керек. Это не просто так, қыздар. Мен құрып босқа еріккене сіздерге аузымды көпіртіп сабаққа шығып отқан жоқпын. Поэтому бұл нәрселер маңызды. Хорошо? Кітап сияқты, иә? Любой нәрсені біз қалай қарауымыз керек? Мысалы, бір парақ оңай жыртылатын болса, біз кітаптың бәрін қосып бүйтіп жыртқымыз келетін болса, ол жыртылмайды, иә? Тура сол сияқты. Бүгін мен бір-ақ тапсырма беруім мүмкін, или бір-ақ ақпарат беруім мүмкін. Или сіз ойлайсыз, ой, осы-ақ па тұлғалық дамудың тапсырмасы деп, иә? Бір-ақ нәрсе ма сонда деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ сіз бір нәрсені 100 рет жасаған кезде, онда ол нәрсені сіз тоқтата алмайтын күш пайда болатынын білесіз. Вот. Мана миссия біздің осы, окей? Бәрімізде шеше алмай жүрген өте көп запростар бар, иә? Енді осы запросқа біз ең бірінші, мысалы, сіздерде бір определенный запроспен келдіңіздер ғой курсқа. Мысалы, білмеймін, біреу услугасын сата алмайды, біреуде білім аз. Біреу тек қана традиционный медицинамен жұмыс жасайды, интегративный медицинада
хабары жоқ деген сияқты, или біреулер вообще бұл саладан хабары жоқ, иә. Білмеймін, әйтеуір адам басында қазір сіздерде точно бірнеше запрос бар. Ол сіздер идеал көріп жүрген адамдарда да ол запрос бар, бірақ олар енді көп нәрсені өтіп кеткен, олардың запростары уже басқаша деңгейде болады. Енді біз осы запросқа қалай реагировать етуіміз керек, иә. Ол запрос шешу үшін не істеуіміз керек? Ең бірінші нәрсе, біз сіздің запросыңызға денеңіз арқылы келу керексіз. Иә, денеңіз арқылы сіз миға сигнал беру керексіз, что сіз красавчиксіз, сіз мықтысыз, иә, деген ой болу керек сізде. Ол ең бірінші жол. Сол үшін аптасына кем дегенде, мен не деп айттым алдында, 3 тренировкадан кем емес тренировка жасаймыз. 40 минуттық терлейтіндей, потому что сіздің телаңыз сіздің красавчик екеніңізді, сіздің дисциплина ұстайтыныңызды, сіздің дәрігер екеніңізді, сіздің нутрициолог екеніңізді дәлелдейтіндей сізде факт болу керек, денемен жасалатын. Түсінікті ғой, иә? Өйткені біз денеміз арқылы миға көрсетеміз, менде бәрі окей, мен қалаған нәрсемді істей аламын, иә, толқын кетіп жатыр ма, миға кетіп жатыр. И Аллах маған бұл мүмкіндіктерді беріп қойды. Бірақ біз нәтижені Аллахтан күтеміз, но сіз самый главный әрекет етіп жатырсыз. Пациенттерге айтасыздар ғой, спортпен ойбай айналысыңдар деп. Бірақ в итоге қарасаң, соны айтып отқан дәрігердің өзі айналыспаған түрінен көрініп тұрады да. Иә, 100 килограмм салмақпен деген сияқты, или бет аузын бәрі ісіп, иә. Ондай нәрсе өтпейді, қыздар. Ол толқын коннект болмай қалады. Сондықтан не істеуіміз керек? Біз мына миымызға теломыздың бізге бағынып жұмыс жасап жатқан курсты алуымыз керек. Сонда как минимум 3 тренировка аптасына болу керек. Осыны четко қолданыңыздар. 6-7 болса, это вообще супер. Минимум 3 болу керек, окей? Вот, енді бұл керемет нәрсе, негізі. Бұл нәрселерді сіз егер миыңызбен көндіре алып, өзіңізді көндіре алып, дисциплинаға бағынып істейтін болсаңыз, бұл керемет мүмкіндік, иә. И мына нәрсені тоқып алу өте күшті нәрсе. Яғни мен самый главный әрекет етіп жатырмын, нәтиже Аллахтан. Вот всегда осы нәрсені миларыңызға тоқып алыңыздар, әсіресе дәрігерлер. Сіздер, иә, мықты, ойбай, супер крутой дәрігерсіздер, иә. Бірақ сіз соншама супер крутой болсаңыз да, егер Аллах, иә, оған нәтиже бермесе, сіз ештеңке, сіздің супер геройлығыңыздан еш нәрсе болмайды. И бұл нәрсені миыңызға кіргізіп алсаңыз, иншаллах, нәтижеге полиция етпеуді үйренесіздер, иә. Вот, сол кезде бізде депрессия, выгорание, апатия сияқты нәрселерге мүмкіндік болмайды. Иә? Егер мынадай нәрсені жасасам, мысалы, сөйтіп келулеріңіз мүмкін, қазір ойбай, мен қазір нутрициологияны оқып алсам, мен айына 1,5 миллион теңгені спокойно тауып отырамын деген нәрсені, нәтижені былай четко қойып алуға болмайды да. Ол этапно келетін нәрсе, поэтапно келетін нәрсе, иә. Яғни ол Аллахтан, ризық Аллахтан. Біз білмейміз, мүмкін сіз 10 миллион тауып кетесіз, мүмкін сіз 50 мың табасыз, мүмкін сіз 500 мың табасыз деген сияқты. Но самый главный, сіз әрекет етіп жатырсыз, сіз сабақ оқып жатырсыз, сіз тапсырмаларды орындап жатырсыз, иә. Вот, яғни біз четкий мынандай болжам бойынша бірнәрсе ұстап алмаймыз, в общем, түсінікті ғой, иә. Егер мен осыны жасасам, точно осы болады деген нәрсе, ол Аллахтан. Егер ол болмай қалып жатса, иә, мысалы, сіз жаңағы иллюзияңыз, сіз 1,5 миллион осы айда таппай қалып жатсаңыз, онда что со мной не так деген сіздің ішіңізде сұрақтар туындауы мүмкін да. И шынымен де сіз сол нәрсені мощь жасап жатырсыз ба, или оны супер жасамай жатырсыз ба? Вот осындай сұрақ болу керек адамда, ше. И сол кезде ғана біз проблеманың төркінін көре аламыз. И егер қолыңыздан келмей жатырған болса, мысалы, кейбір адамның қолынан келмей жатыруы мүмкін, иә. Сол кезде сіз өзіңізден сұрау керексіз, неге менің қолымнан келмей жатыр
деп сұрасаңыз, это уже сізді апатия алып кетеді. Неге мен істей алмай жатырмын десеңіз, иә. Сондықтан оған сіз мынандай сұрақ қою керексіз: мен осы нәрсені шынымен супер жасап жатырмын ба, әлде просто для галочки істеп жатырмын ба, деген сияқты. Сәл сәл миларыңызға қиындық туындауы мүмкін, бірақ қыздар, егер дұрыс өздеріңізге сұрақ қоя алатын болсаңыздар, сіздер қаншама психологқа, коучқа баратын уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Ну, ондай мамандарға барма деп айта алмаймын, но дегенмен де ол дұрыс сұрақ қоя алсаңыз, оның дұрыс жауабы шығады. Яғни қорытындылайтын болсақ, егер сіз, өзіңіздің жасап жатқан іс әрекетіңізге, мысалы, білмеймін, жаңағыдай бір үміт қойып қоятын болсаңыз, нәтиже Аллахтан емес, ол миға байланысты деп, яғни Аллахты бір андай абстрактный қойып тастайтын болсаңыз, бірақ сол нәтиже болмай қалса, біз көбінесе өзімізді жеп қоямыз, сөйтіп выгорание түсіп кетеміз. Поэтому бұндай жағдайда не істеуіміз керек? Неге мен қолымнан келмей жатыр, мен ақ сорлымын, мен ақ өмір жолым болмайды деген нәрсенің айтудың орнына, мен шынымен де қаншалықты осы нәрсені мощный, супер жасап жатырмын деген нәрсені егер қоя алатын болсаңыздар сұрақ, соның жауабын таба алатын болсаңыздар, онда ол проблеманың шешімі тез шығатын болады. Хорошо? Вот. Түсінікті ғой, бірінші нәрсе, біз теломызбен. Мысалы, шпагатқа отыратын адамдар, или болмаса хай хилсқа қатысатын қыздарды айтайықшы, Мысалы, мен өзім хай хилсқа барған кезде, не деген гибкость деп кәдімгідей аңғалдым. Бірақ олар оған бір күнде жеткен жоқ қой. Бір күнде жеткен жоқ. Олар оған қанша уақыт тренировка и нәтиже болды да. Ол нәтиже неизбежный ондай жағдайда ше. Ал біз ойлаймыз кейде, мен ойбай бір ай хай хилсқа барсам, мен ана қыздар сияқты сұмдық супер билеп кетемін деп. Егер ол болмай қалса, осы мен ақ өмірі осындай денем деген ағаш сияқты қатып қалған, дейміз да, выгорание түсіп, сол тренировка сол жерінде қалып кетеді. Поэтому біз ондай сұрақ қоюдың орнына бүйтіп айтуымыз керек: мен қаншалықты осы нәрсені супер мощ жасап жатырмын. Және алдындағы сабақты еске түсіреміз, мен осы тренировкада шектеулі ойыншымын ба, әлде шектеусіз ойыншымын ба? Окей? Вот, егер сіз шексіз ойын ойнайтын болсаңыз, әйтеуір бір уақытта сіз именно сол қыздар сияқты билейтін нәтижеге жетесіз, иншаллах. Енді үйтіп билейтін қыздармен, или жаңа шпагатқа отырып алып, аяқтарын айналдырып, осанкаларын түсу ұстап сөйтіп жүретін қыздармен телосымен дым коннект жоқ адамның айырмашылығы жер мен көктей. Бәрібір де телосын басқара алатын адамның самоценность ұрып тұрады, қыздар. Поэтому мен сізге айтып жатқаным, давайте өзіміздің теломызды қай жағынан болса да бағындырып үйренейік. Окей? Сол үшін тренировка өте маңызды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді екінші бағана айттым, бізде био деген тело, сосын психо дедім, яғни ми арқылы өзгеруіміз. Бізде мида екі сандық бар, екі ячейка бар. Ең бірінші ячейка ол бізде оқиғалардың сандығы, яғни ананың ішінде жатқаннан бастап біздің ми тых деп жұмыс жасап, ми түзілді, уже жұмыс жасаған кезде, уже біздің миымыз не істейді? Бәрін жазады. Ананың ішінде жатқан кезде уже біздің көп нәрсеміз жазылып жатады. Окей? Яғни запись жүріп жатыр. Мен қазір, мысалы, зумның записін жазып қойған сияқты, ол ананың ішінде жатқан кезде тоже самый запись жүреді. Мысалы, мамаң сені жақсы көріп көтерді ма? Әлде күнде ұрыс керіс па, Сені көтергенде өкініп жүрген ана ма? Оның бәрі жазылады, қыздар. Поэтому біз желанный ребенок, не желанный ребенок деп айтамыз, немесе көп жағдайда мен өзімнің практикамда болған нәрселер, бір таныс кісі болған. Почему-то білмеймін, мен дәрігер болсам да, мені көп адам как психолог ретінде
психолог ретінде санайды. И маған сол кісі енді өте авторитетный кісі, прямо баласы халық банктің бастығы деген сияқты. Сол кісі маған айтады да, сен енді діндесің ғой дейді да, бірақ оның бір баласы наркоман болады. И айтады, мен осы проблеманы шеше алмай жүрмін дейді. Сосын қазып сұрасам, оказывается, ол баланы көтергісі келмеген екен. Бірнеше рет попытка болған баланы алдыртып тастауға. Бірақ каким-то образом бала алынбайды, бірақ дүниеге әкеледі. И представляете, бала в итоге наркоман болып кетеді. Енді болды уже. И оның лечениесін сұрайды да, менен қалай емдеуге болады деген сияқты. Яғни ана ішінде жатқан баланы қаламады. Ол баланың миына ол оқиға жазылды. Иә, қанша уақыттан бері. И сондай нежеланный ребеноктар қазіргі уақытта социумда сондай онша емес көрініспен көрінеді. Окей? Вот, сондықтан баланың тәрбиесі исламда айтады, іште жатырда жатқан кезде басталады. Это не просто так, иә? И біздің сол ячейкамыз, иә, олар прям оқиғалардың сандығы. Барлық запись жүріп жатыр ол жерде. И мысалы туылғаннан кейін де ит қуса да, біреу бетіңізден мамаңыз сүйсе де, білмеймін, үйіңізде әкеңіз бен шешеңіз ұрысса да, немесе бір-бірімен романтик болса да, бәрі жазылады. Енді осы бірінші ячейкадан бізде екінші ячейка, екінші сандықша шығады. Ол тұжырым деген сандықша, иә. Яғни осы запистерден жазылған бірінші ячейкадағы тұжырым біз шығару арқылы, иә, бір нәрсе ұғамыз ғой сол ситуациялардан. И екінші ячейка пайда болады. Ол тұжырым ячейкасы мысалы былай болады. Сіз кішкентай кезіңізде әке шешеңіз сөйлесіп жатады, или білмеймін, үлкен кісілер әңгіме айтып жатады. Сосын сіз олардың ойына араласуыңыз мүмкін, иә. Ойбай, жоқ, ол жерде мысалы маған ол керек емес, мен келіспеймін, маған мындай болған дұрыс деген сияқты сіз өзіңіздің пікіріңіз айтқан кезде жаңағы екі собеседниктің біреуі сізге ұрсуы мүмкін, иә, айғайлап жүруі мүмкін. Маған оны сенің ондай пікірің керек емес, маған мінезін көрсетпе деген сияқты, иә. Сосын сіз не істейсіз? Ойланасыз, анализ жасайсыз. Яғни осындай біреулер әңгіме айтып жатқан кезде мен аралассам, демек мен таяқ жеймін, ұрыс естемін деген сияқты, иә. Сөйтіп бізде қандай тұжырым қалыптасады? Үлкендердің сөзіне араласуға болмайды деген тұжырым қалыптасуы мүмкін, иә. Сөйтіп әлі күнге дейін өзінің 40-қа келсе де, 50-ге келсе де өзінің пікірін айта алмайтын қоғамда адамдар көп. Олардың ячейкасында, тұжырым ячейкасында осындай бір ситуациялардың әсерінен. Представляете? Или мысалы бір манипулятор адамдар болуы мүмкін, иә, айғайлап істететін. Бір нәрсені айғайласа, көне салу керек деген тұжырым қалыптасуы мүмкін. И не істесең, иә, мысалы сондай біреу айғайласа, или біреу бір нәрсені манипуляциямен істетіп қойса, соған көне салу керек деген сияқты әр адамда әртүрлі тұжырымдар солай қалыптасады. И әлі күнге дейін кейбір адамдар біреулерге мысалы жоқ деп айта алмауы мүмкін, иә. И сондай сияқты кейбір адамдардың сондай іс-әрекеті өзінің жеке шекарасын қорғай алмауға да алып келуі мүмкін. Иә, ондай адамдар арамызда өте көп. Яғни жеке шекараны қорғау деген нәрсе, ол ең бірінші өзіміздің қалып тұрған нәрсемізге иә деп айта алудан, иә, басталады. Мысалы, біз біреуге жоқ деп айтуымыз үшін ең алдымен өзіміздің жоспарымыз болу керек. Мысалы, мені осы жұма, алдымыздағы жұма, 2 күннен кейін, иә, 6 күні Әсел Машанова подкастқа шақырды, кеше ме алдың күні. Но мен ол Ахмет қалды. Но мен ол уақытта өзімнің алдын ала жасап қойған, мен ақпан айында жасап қойған жоспарым болған. Сондықтан мен Әсел Машановаға айттым, извините, мен ол уақытта бос емеспін дедім. Хотя ол Әсел Машановаға ел жұртта жаңағыдай, рекламасына ақша төлеп, сөйтіп подкастқа барады деген сияқты, иә.
яғни ол соншама авторитет танымал адам болса да или аудиториясы болса да, маған ол маңызды болған жоқ. Маған өзімнің қойған жоспарым маңызды болғандықтан мен ол кісіге жоқ деп айта алдым. Түсінікті ғой, иә? Сол сияқты. Яғни біз біреуге жоқ деп айта алуымыз үшін бірінші өзіміздің жоспарымыз болу керек, өзіміздің видениеміз болу керек. Немесе оны айтуға болады, иә, давайте мынаны басқа күнге ауыстырайық деген сияқты. Вот, бұл сіздің жеке шекара қою деген нәрсе, қыздар, ол бір ұрысқақ болу или бір манипуляция жасау, негатившік болу деген сөз емес. Сіз өзіңіздің шекараңызды көрсетесіз. Мынау менің шекарам, иә, дәл мына жаққа қарай өтуге болмайды деп просто адамдарға жымиып тұрып спокойный тонмен айта алуымыз. Окей? Егер ұнамайтын жері ма, керек болса кетіп қаласыз. Ол мысалы мен қаншама жерде болды, қонаққа барады, шақырады, и спиртной тұрған кезде мен спокойно тұрамын да, рахмет, мен бұндай жерде отыра алмайды екенмін, маған кету керек деймін. Мысалы біз бірнеше тойдан, лично өзім бірнеше тойға солай шақырған, алдын ала сұрамағанмын, кейін уже сұрайтын болдым, спиртной бола ма болмай ма деп. И тұрдым да, той басталып жатқан кезде кетіп қалдым, спиртнойды көрген кезде. Потому что ол жерде береке болмайды, иә. Сондай сияқты, қыздар. В общем, жеке шекара деген нәрсе осы. Енді үшінші нәрсе ол социум деп айттым, иә, яғни қоғам. Біз қоғамды өзгерте алмаймыз. Оны өзгертудің керегі де жоқ бізге. Мен қоғамға менімен қалай қарым қатынас құруды өзім айтуым керек. Бұл да біздің толқындарымызға байланысты. Қоғамдағы ұстанымдардың барлығы сіздің ұстанымдар бар, сізге ұнау шарт емес. Окей? Бірақ сіз таңдайсыз қандай қоғаммен араласатыныңызды, қандай жақындарыңызбен араласатыныңызды, сізбен кім қалай араласу керек деген сияқты барлығын сіз таңдайсыз. Егер сіз өзіңіздің позицияңызды дұрыс қоя алмасаңыз, өз-өзіңізге ренжіп жүресіз. Мысалы, сіздердің бір кумирлеріңіз болуы мүмкін, иә? Енді білмеймін, сіздердің бір авторитетный адамдарыңыз болуы мүмкін. Біреулерге Марғұлан Сейсенбай авторитет, біреуге Брайан Трейси авторитет деген сияқты, или біреуге Айнұр Тұрсынбаева авторитет деген сияқты бір кумирлеріңіз бар, иә? Неге оларға адамдардың барлығы оларды жақсы көреді? Неге көп адам оны жақсы көреді? Білесіздер ма? Вот, ол жерде бір үлкен секрет бар қазір. Осы секреттің өзін сіздер алып кетсеңіздер, бұл сабақтан көп нәрсе түйдіңіздер деген сөз. Иә? Бұл жердегі үлкен секрет, қыздар, ол адамдардың, именно сол адамдардың өз-өзіне мән беруі. Иә? И олардың миы мен жүрегінің толқынының сәйкес келгені үшін ол адамдар бізге жағымды болып көрінеді. И сол толқындар сәйкес келгендіктен ол адам өз-өзімен жақсы қарым-қатынаста болғандықтан ол сыртқа приятный болып тұрады. Түсінікті ғой, иә? Мысалы, мен өз-өзіммен қарым-қатынасым, мен өз-өзімді қатты жақсы көремін. Аптасына бір рет массаж обязательно деген сияқты. Таңертең, мысалы, мен вообще қандай қырылып бара жатқан жұмыс болса да, мен таңертең қарамаймын жұмысқа. Примерно бір 7-ге дейін, 8-ге дейін, в основном өзімнің жаңағы ритуалдарымды істеймін да таңғы. Суымды асықпай, ыстық суымды ішемін деген сияқты, Құранды оқимын, дұғамды жасаймын деген сияқты, иә. Вот. Сосын барып уже 7:30-8-ден бастап жұмысқа кірісуім мүмкін. Өзіммен уже витаминдерімді обязательно ішемін, таңертең мен клеточный питаниесіз тұрмаймын деген сияқты, иә. Вот, өзіңізді солай жақсы көре алсаңыз, онда иншаллах қоғамда, басқа айналада сізді солай көре алады, иә. И сол кезде уже сіз өзіңізге арнайтын уақытыңыз болғанда, біз ол адамдар обязательно жақсы көре аламыз, және оның сөзі өтімді болады, иә, ондай адамдардың, потому что өзі айтқан нәрсесін өзі айтатын нәрсесін өзі жасайды. Және ол адамдар ісі берекелі болады. И адамдар, Аллах Тағала оның әрбір движениесіне береке беріп қояды. Сондықтан мен сіздерге айтып жатырмын. Сіздер ертең пациенттерге назначение жасайтын іс-әрекеттеріңізді өздеріңіз жасау керексіздер. Түсінікті ғой, иә? И өзіңмен жақсы қарым-қатынас жасау бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан тапсырма, иә? Тапсырма. Миды өзгертудің ең прямой пути ол жазу. Мен өзім не жазатындарымды сіздерге телеграмда жіберемін, иншаллах.
біздің ми күніне 60-70 мың ойды ойлайды, иә. Оның арасында неше түрлі өсектер, ғайбат, неше түрлі біреуді білмеймін, обсуждение деген сияқты нәрселер бар. Ол өте жаман нәрсе негізі. Ол оған құртатын уақытты лучше өздеріңізге бөліңіздер. Ғайбат деген ол бізде дінде де нашар, психологияда да өте нашар, және ол біздің материалдық жағдайымызға да өте ауыр болатын дүние. Сондықтан ешкімді ғайбаттамаймыз, вообще қашамыз ол іс-әрекеттен. Біреуді біреу ғайбаттап жатса не істейміз, сол жерде тыю керек ол процессті, болмаса тұрып кету керек, иә. Или вообще сөйлемей отқан жақсырақ. Мен көп жағдайда сөйлемей отқанды ұнатамын. И біздің жаңағы 60-70 мың ойдың ішінен, мысалы мен сіздерге осы 2025-тегі жетістіктеріңізді айт десем, сіздер максимум 5 или 7 жетістігіңізді айтуыңыз мүмкін. Бірақ ол өте аз, иә. Соны ғана біз ойша есте сақтай аламыз. Егер миыңызды Инстаграм, ТикТок, тағы соцсеттер шайып кеткен болса, вообще үш ақ жетістік есте қалуы мүмкін. Сондықтан біз не істейміз? Миға 2025-те жасалған жетістіктеріңіздің жазуға кеңес беремін. Прямо, иә? Ана 70 мың ойдың ішінен сіз 2025-те не жасадыңыз, барлығын 100 жетістікті жазуға кеңес беремін. Потому что егер сіз жазбайтын болсаңыз, ойша ойлайтын болсаңыз, онда біздің миымыз айтуы мүмкін: ой, бұл фантазер, неше түрлі нәрсені ойлайды, тағы не өтірік, иә. Ми неше түрлі өзінің уловкиларын сізге айтуы мүмкін. Сондықтан неше түрлі 70 мың ойын ішіне сүңгісең кіріп кет, в общем, ол жерден шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан біз егер сол ойды жаза алатын болсақ, біз онда не істейміз? Біз миды басқара аламыз. Түсінікті ғой, иә? Поэтому жазу өте маңызды. Сондықтан біз жазуға көбірек фокус береміз осы тапсырмалардың ішінде. И даже Құранда да бар, иә, қалам. Ең бірінші бізге Аллах Тағала қаламмен ант еткен. Және 2025-те тапсырма сіздер жасаған 100 жетістікті жазу. Оған обязательно ойбай бір мықты жаңағыдай үй алдым, машина алдым деген керек емес. Даже мысалы нутрициологияға курсына келдіңіз ба, Health Pro академиясына түстіңіз ба, это жетістік. Таңертең ерте тұрдыңыз ба, жетістік. Құран оқып жүрсіз ба, жетістік. Намаз оқып жүрсіз ба, жетістік. Білмеймін, жаттығу бастадыңыз ба, жетістік. Барлық сондай жетістіктердің бәрін теріп жазамыз, иә. И ол 100 пункт болу керек. Және біздің чаттың ішіне өзіңізге бір бади тауып аласыз, өзіңізге бір адам тауып аласыз, иә. Сөйтіп манифестация жасайсыз, яғни сол адамға оқып бересіз. Егер сіз біреуге оқып беретін болсаңыз, сіздің жаңағыдай сөз берген кезде біреуге, онда сіздің тапсырмаларыңыздың, яғни ойыңыздың, мақсатыңыздың орындалуы 78%-ке көбейеді. Түсінікті ғой, иә? Мысалы, ВОЗ бойынша әлемде дәрігерлердің назначениесін 49% ғана адам жасай алады. Бірақ егер ол баласына, или әке-шешесіне, или итіне, мысығына назначение алатын болса, оны 98%-ға дейін орындайды екен. Яғни анасы ретінде толық біз орындата аламыз, бірақ біз өзімізге келген кезде 49%-ға түсіп кетеді. Сондықтан манифестация, яғни жариялаймыз, иә. Ал екінші жақта тыңдайтын адам, ол сізге ағынан жарылып айтып отқан кезде, оған күліп, ойбай, мысқылдап, сен осақ па істегенің деп ешқандай комментарий айтпаймыз. Просто ол адамды прямо рахаттанып тыңдауды үйренуіміз керек. Тыңдау да өте маңызды. И күнде кешке бүгін сіз өміріңізде болған 10 ең күшті нәрсені жазу. Мысалы, күйеуіңізбен свидание жасадыңыз ба, жазасыз. Білмеймін, бүгін Айда Мұхтарның сабағын оқыдыңыз ба, жазасыз. Таңертең жүгірдіңіз ба, жазасыз. Окей? Сол кезде, иншаллах, біз өте күшті нәтижеге жетеміз. Енді бізде 1 минуттан аз ғана уақыт қалды. Мен қазір телеграм аудио жіберемін. Кері байланыс сұраймын сіздерден.